Сізді білгім келеді. Осындай бір нәрсе бар ма? Сонымен ғана жұмыс істеп, барлығын орнына келтіретін. Сәттіліктің басты кілті неде? Осыны мен білгім келді. Сол үшін жауабым кітаптардан іздей бастадым. Кітапты оқып, парақтарын ашып отырып, таптым. Міне ол негізгі кілті. Бұл мақсат қою. Мен ойладым. Шынымен де, егер мақсатың болмаса, онда бойыңдағы қабілетті пайдалануға ешқандай себеп те болмайды. Бұрын айтылғандай, мақсатсыз адам рульсіз кеме сияқты. Екеуі де соңында жартасқа соғылады. Қарапайым сөз, бірақ шындық. Тағы бір кітап оқыдым. Екінші кітапта мақсатты ұмыт. Бұл керемет, бірақ ең басты кілт ол емес. Сіз мақсатты қоя беруіңіз мүмкін, бірақ сізге ең керегі уақытты дұрыс пайдалану. Уақыт бұл жалғыз ресурс, сіз басқара алатын. Шынымен де, басты кілт уақытты басқару. Және үшінші кітапты аштым. Онда мақсатты да, уақытты да ұмыт, басты кілт тәртіп. Сіз күні бойы уақытты басқарумен ойнай аласыз. Егер сіз өзіңізді тәртіпке келтіре алмасаңыз, одан ештеңе шықпайды. Мен ойладым, басты кілт ол тәртіп. Сосын төртінші кітапты аштым. Онда барлығын ұмытыңыз. Бастысы сенім. Өйткені сіз өзіңізді тәртіпке салғанмен өзіңізге сенбесеңіз, бұл жүзеге аспайды. Сонымен ең басты кілт не? Осының барлығы және тізім бұнымен тоқтамайды. Бұл менің көңіл күйімді құртты. Қалай бұның барлығымен бір уақытта жұмыс істеуге болады? Ал мен тек бір нәрсені білгім келді. Сол арқылы жұмыс істегенде барлығы орнына келеді. Мен іздей бердім. Басты кілтті таппайынша іздей бердім. Егер сізге қызық болса, жазып алуыңызға болады. Сонымен, бұл құпия сөзді естуге дайынсыз ба? Басты кілт бұл білім. Білім. Барлығына үлгеретін адам басқалар білмейтін заттарды біледі. Сол себепті басты кілт осы. Және мен білім деген сөз жазғанда бірден сызып тастадым. Өйткені ол ондай емес. Сіз оны қалай жаза аласыз? Егер ол білім болса, онда кез келген білімді адам жетістікке жетер еді. Олай емес екендігін сіз жақсы білесіз. Өмірін өзгерту керек кімді білесіз? Өзгерту керек екен ол өзі де біле тұра. Ол тіпті қалай екенін де біле тұра, дым істемейді. Білімнің өзі жеткіліксіз. Білім күш емес, білім ақпарат. Күш ол мүлде басқа нәрсе. Мен ойлаймын, басты кілт ол жеке күш. Жазып ал, жеке күш. Мен үшін бұл жалғыз әр басты кілт. Егер оны қолдансаңыз, қалағаныңыздың барлығына жетуге болады. Және күш сізге белгілі бір шара қолдануға мүмкіндік береді. Бастаған ісіңізді аяқтауға, қажетті қадам жасауға, идея алып, оны жүзеге асыруға. Және бұл ең бірінші құрал. Оны көп адамдар жаттықтырмайды. Бұл сый және ол әркімде кез келген уақытта бар.